Сәлемдес физик, Баленсия Шаринген ағай. Бүгін формула трендірудің екінші сабағы біз базалық деңгейдеміз. Жалпы бүгінгі сабақта не өтем дейтін болсаң, кері шама, пропорция және үш бір әдістерін қолдануды үйренеміз. Және бұлардың барлығы ОПТ-да келеді. Ең бірінші кері шама, алдында мен тығыздық жайлы айтқан болатынмын. Тығыздық тең болып кетеді масса бөлінген көлемнен көлемді тез табудың жолы деп ше. Осы жерде көлем мен тығыздық бір-біріне кері шама. Бұның мағынасы, егер көлем үлкейіп кететін болса, онда тығыздығымыз азайып қалады. Немесе тығыздыққа айтатын болсақ, масса бөлінген көлем ғой. Мысалы, сен қапты мақтамен толтыр. Мақтамен толтырғаннан кейін оны аяқпен мышсаң болады. Сол кезде оның көлемі, яғни оның пішіні алған формасы кішірейіп қалады. Және сен оны нығыздап деп айтасың. Сол н деген әріпті т деген көзге жүретін болсаң, тығыздап жатсын деген сөз. Көлемі кішірейді, тығыздығы өсті. Міне мағынасы осы. Өйткені стрелка төмен, стрелка жоғары бір-біріне наоборот болғаннан кейін қазақша оны кері деп атайды екенбіз. Сондықтан қарап, бір-біріне кері шаманы көретін болсаң, орындарын алмастыра сал. Андай бір жақсы сөз бар, қазақта сиырға туған күн бұзауға да туады демекші. Сондықтан жиілік мына жерде тең болып кетеді, бір бөлінген период. Яғни жиілік физикалық тұрғыда периодқа кері шама деп айтылады. Соңғы екеуі кері болатын болса, олай болмаса т тең болып кетеді, бір бөлінген ню деп жазсақ болады. Бұларды түсіндіру үшін бүйтейік. Ню тең болып кетеді, бұл сан бөлінген уақытта. Ал период дегеніміз бұл уақыт бөлінген сан, яғни бір-біріне керісінше деген мағынаны береді. Анау математикада болатын еді ғой, кері функцияны тап деген сияқты, біз кері шама деп атайды екенбіз. Енді бұдан бөлек тағы да қандай кері шамалар болуы мүмкін? Мысалы, v тең болып кетеді, s бөлінген t-дан біз t-ны тап дейтін болса, екеуі біріне кері пропорционал, значит t тең болып кетеді, s бөлінген v ретінде қолдансаң болады. Немесе сыну заңында n тең болып кетеді, жарық жылдамдығының кәдімгі жылдамдыққа қатынасы деп алатын болсақ, осы жерден v-ны тап дейтін болсақ, екеуі біріне кері шама, v тең болып кетеді, s бөлінген n. Мұны осылай келтірсең болады. Немесе жақсы бір анимешниктерге болатын болса, мында бір Саскенің жақсы бір несі бар, способность дейікші, қабілеті, ол өзі және де басқа затпен орнын алмастыра алады. Немесе кез келген шиноби жаңағыдай өзін ағашпен алмастыра алады, сол сияқты. Екеуі біріне кері шама болатын болса, олардың бір-бірін орындан алмастырсаң болады. Тағы қалай кезігеді? Мысалы, v тең болып кетеді, 2πr, бұл шеңбер оймен қозғалыста келетін формула. Осы жерден период тап дейтін болса, ешқандай формула түлендіру қажет жоқ. Просто басында екеуін орындан алмастыра саласың. Кері шама ғой, t тең болып кетеді, 2πr бөлемін v деп ше. Немесе біздің жағдайымызда s тең болып кетеді, v квадрат минус v0 квадрат бөлінген 2a деген формуладан үдеу тап дейтін болса, a тең болып кетеді, v квадрат минус v0 квадрат бөлінген 2s саласың. Кей жағдайда жаңа a тең болып кетеді, μg деп, μ-ді тап дейді, енді бұл басқа әңгіме. Так, немесе pv тең болып кетеді, mrt бөлінген малярлық масса болатын болса, осы жерден саған малярлық массаны тап дейтін болса, мына жерде малярлық массаны, онда малярлық масса тең болып кетеді, mrt бөлесін p және де v деп келтірсең болады. Айтпақшы, мына екеуі бізде ро-ны бере салады, сол кезде ро rt бөлінген p деп те табасасаң болады екен. Немесе электр өрісі деген тарауда эпсилон 0, s бөлінген d, бұл бізде сыйымдылықты береді. Осы жерден d-ны табу керек болатын болса, екен орындан тағы да алмастыра саласың. Эпсилон 0, s бөлемін s бола салады екен. Яғни бір-бірінің орындан алмастыра берсең болады, егер кері шамаларды көретін болсаң. Немесе тағы да ОПТ-да келуі мүмкін дүние, r тең болып кетеді, Rolls-Royce. Осы жерден s-ті тап деп жатады, s тең болып кетеді, екеуі біріне кері шама. Кері екенін қайдан білесің? Мынандай ғой, кері это негативный деген сөз, дұрыс па? Біреуге мысалы осы видеолар ұнауы мүмкін, ұнамауы мүмкін, ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк, айтпақшы лайк басып кетсең болады. Енді қара, негативный адам ең бірінші сенің қай жеріңе қарайды? Точно бетіңе емес, точно ерніңе емес, точно денеге емес, аяқ киіміңе қарайды. Көрдің бе? Сен сол кезде мысалы формулада қалай мен ағай кері пропорционал екендігін анықтайын десең,
теңдіктің сол жағындағы шама надменно мына аяғына қарай бастайды ғой, аяғында не бар деп ше, міне негативный деген осы. Сәйкесінше аламыз, міне осы бізде міне қарады, қайда қарады, аяғына, осы кері шама. Яғни сен осылайда анықтап алсаң болады. Орнынан алмастыра саламыз, қайталап айтамын, сиырға күн туған күн бұзауға да туады. Сондықтан бізде S тең болып кетеді, ал бөлінген R бола салуы мүмкін. Немесе тағы да келуі мүмкін қалай? Магнит өрісінде де, яғни бізде осы бірнеше есептер бар. 2πm бөлінген Q бөлінген B деген кезде кейде Q-ды тап деп жатады, Q тең болып кетеді. 2πm бөлінген T көбейтілген B дей саламыз. Немесе B-ны тап деп жатады. Бәрібір ол жерде қайсын тапсаң да орындан алмастыра берсең болады. Мен әдейі әртүрлі жағдай келтіріп отырмын. 2πm бөлеміз уже Q көбейтілген T бола салады. Немесе вообще кванттық физикада, яғни любой физикада қолдана берсең болады. H бөлінген лямбдадан тау қажет болатын болса, лямбда тең болып кетеді, H бөлінген энергия деп алсаң болады екен. Міне сен кері пропорционал, кері шаманы, яғни осылай түрлендіруді физиканың кез келген тарауында қолдансаң болады, және де қолдануға кеңес берем. Ешқандай бөлінген бір деп немесе пропорция қолдану қажет жоқ. Аласында сразу орындан алмастырып есептеп кете бересің. Уақытың үнем, энергияң үнем. Мысалы, дене дейді 8 секундта 40 тербеліс жасайды дейді. Тербеліс жиілігі мен тербеліс периодын сұрап отыр екен. Тербелісі не дейді, жиілігі. Секундпен берсе, значит, бұл жерде период сұрап отыр екен. Период тең болып кетеді. Бұл уақыт бөлінген сан. Уақытымыз бізде 8 бөлінген 40 тең болып кетеді. Мына екеуі де не істейді? Екеуі де бізде 8-ге қысқарады, мына жерден 1 болады, мына жерден 5 болады. Яғни 0,2 секунд деген сөз жазып қойсам, міне жауабымыз D болып тұр. Және егер ньют табатын болсақ, ньют тең болып кетеді. Нағара, бір бөлінген ғой, ол кері шама. Кері шама болса, 5 Гц жазсақта болады, негізі сразу ше. Яғни B болады. Жауаптары B, D плюс 2 балды осайып кетесіңдер. Көп жауапты тапсырмалар деп атайды бұны ОБТ-да. Енді осы жерден сендер ньюді былай да тапсаңда да болады. Сан бөлінген уақыт деп ше. Сандары 40-қа тең, мынау 8-ге тең болады 5 Гц деп. Гц айтпақшы секундтың минус 1 дәрежесіне тең болуы мүмкін. Яғни әртүрлі жауаптар келуі мүмкін да. Міне осы жалпы. Яғни кері шама болатын болса, просто 1 бөлінген деп аласың. Яғни нью тең болып кетеді, 1 бөлінген Т деп тесесі болады. Яғни 1 бөлінген 0,2 деп, бұны бөлсең, бәрібір 5 Гц шыға салады. Міне, кері шама дегеніміз осы. Тағы да көрейік, жалпы пропорция әдісін, яғни пропорция әдістері бұл математикадан білетіндегідей, жалпы пропорцияда ОБТ-да ең көп қолданылатын біреу. Енді химияда қателеспесем ең көп қолданылады, және де математикада, соответственно, және де физикада да өте көп қолданылады. Мысалы, денелердің өзара әрекеттесуі, гидравликалық машина, зат мөлшері, күш моменті, қатынас ыдыстар, үзіліссіздік теңдеуі, изопроцестер, сыны көрсеткіштері, трансформатор. Енді бұлардың барлығын негізі формулаларын мен жерге формула жинақ дайындап қойдым. Telegram каналға өт, осы немен екінші телефонмен өтсең болады, егер бір телефоннан болмаса, яғни ОБТ-да келетін барлық формула жинақты дайындап қойдым. Соны скачать етіп алды, ОБТ-ға дайындал. Оны ана жерден каналдан тоже ала аласың. Жақсы ма? Егер QR код істемей тұрса, ана жерден теріп мені іздеп тауып алсаң болады. Жақсы? Так, енді пропорция. Пропорцияда мысалы айталық, мен біреуін таңдап алайыншы, денелердің өзара әрекеттесуі, мысалы, немесе гидравликалық машина. Гидравликалық машинада бізде негізі қысым тұрақты. Сондықтан бізде мынау болады. Қысым дегеніміз бұл F-тің S-қа қатынасы. Мынау тұрақты деген сөз, мыналар тұрақты деген сөз, яғни олардың қатынасы тұрақты деген сөз. Қатынасы тұрақты деген бұл F1 бөлінген S1 тең болып кетеді F2 бөлінген S2. Осы жерден ОБТ-да қалай сұрау мүмкін? F1-ді тап дейді. F1 тап дейтін болса, онда мына екеуін бүйтіп келтіреміз, дұрыс па? Келтіреміз, значит бізде мынаны белгісізде болса, 2 қарама-қарсы көбейтіледі, яғни F2-міз көбейтіліп S1-ға бөлініп кетеді S2-ге, яғни қарама-қарсыға бөліне салады екен. Немесе кейде айтады, S2-ні тап дейді, S1-ді тап дейді. Мәселен, жерден F2 қанша болады деген сұрақ қою мүмкін. S2 қанша болады, немесе S1 қанша болады, яғни өзгеріп келе береді, бірақ
пропорцияның заңдылықтары өзгермейді. Қайталап айтамын, пропорция бірнеше тақырыптарда келеді. Зат мөлшері, мысалы, зат мөлшері тең болады сан бөлінген авогадро тең болады масса бөлінген моллярдық масса. Яғни ОБТ-да жылу қозғалыстары деген тақырыптан өте көп келетін формулалардан біреуі осы. Қатынас ыдыстар, үзіліссіздік теңдеуі бар. Изопроцестер өте көп қолданылады, особенно заңдылықтар жаңағыдай. Бойль-Мариот заңы қандай, Гелиус-Сак заңы қандай деген сияқтылар өте көп кезігеді. Яғни өте сирек кезігетін трансформатор ол айнымалы ток деген тақырыптарда келіп жатады. Сынның көрсеткіштері бар, мысалы, n тең болып кетеді синус альфа бөлемін синус бета, және де ол n2 бөлінген n1, салыстырмалы сынның көрсеткіштері деп аталады, тең болып кетеді v1 бөлінген v2. Мына жерде қаншама пропорция жатыр, пропорция физикада өте көп қолданылады. Так, форма жинақта аласың деп ойлаймын, тегін, қорықпа, яғни просто скачать етіп ал. Айтпақшы, қанша беттен тұрады дейтін болсаң, 34 бет мынау. 34 бет, ойла, 34 бет ОБТ-да нақты келетін формула, иә? Так, енді осыған келетін ОБТ тапсырмасын шығарып өтсек, бізде массасы 1-2 тапаншадан 5 грамм ұялшы метр секунд жылдамдықпен ұшып шықты, тапаншаның кері қозғалу жылдамдығы. Яғни бұны отдача деп атайды кейде. Енді жазып алатын болсақ, бұны бүйтте жасақ болады. M1 V1 тең болады M2 V2 деп те жасақ болады. Немесе M1 бөлемін M2 тең болып кетеді V2 бөлемін V1 деп жасақ болады. Кімге қалай удобно? Егер мен M1 деп алатын болсам, менде тапанша ғой, сонда менде V1 белгісіз, мынау белгісіз, немесе мынау белгісіз, V2 емес, өйткені оқтың жылдамдығы бізде ол 600 метр секунд, ол уже бар. Шатастырмау керек болды, жақсы ма? V1 тең болып кетеді, мына жерден табатын болсам, M2 V2 бөлінген M1, ал егер пропорция әдісімен табатын болсақ, мына екеуі көбейтіледі және мынаған бөлінеді екен. V1 тең болып кетеді M2 V2 бөлінген M1. Көрме? Яғни сен бұлай да тапсаң болады, проблема жоқ. Бұлай да тапсаң болады, немесе пропорция әдісімен тапсаң болады. Енді есептейік, сонымен V1 тең болып кетеді. Қалай да бұлай да шығарсаң екеуінде де бірдей форма шығып тұр. Сондықтан масса екіміз 5 көбейтемін, оны минус 3 дәрежесін көбейтемін 600-ге бөліп тастаймын осының барлығын M1, яғни 1,2-ге. Мына жерден шығатын болсақ, бізде негізі 3000 шығатын еді. Бұны бүйтек 5 көбейтемін 0,6 бөлінген 1,2 дейді. Яғни мен оны минус 3 дәресін 600-ге көбейтіп жібере салам. Сына екеу қысқарады, 2 болады. 5-ті 2-ге бөлетін болсам 2,5 метр секунд. Яғни секундына менің иығыма келіп 2,5 метрге ығыстыруға тырысады деген сөз екен. Так, жігіттер қыздар, және де бүгінгі сабақтың соңғы әдісі бұл бізде 3 бұрыш әдісі деп аталады. Тең қабырғалы дейді, біреу тең бүйірлі дейді, маңызды емес, маңыздысы бұның 3 бұрыш екендігі. 3 бұрыш сап аласың. Және де біреуін белгісіз деп тапқан кезде қалған екеуінің арасындағы байланыс орнайды. Яғни мысалы S, T екеуі бір-бірін бөліп тұр. Бөлуді 3 жерден көрсең болады. Немесе S-ті белгісіз деп алатын болса, екеуі біріне жанында тұр. Жанында тұратын болса, олар бөлмейді ғой, олар көбейтіледі. Және T-ны тап дейтін болсаң, S бөлу V тұр. Енді сен қалай ағай мен бұларды өзім формуланы жазам дейтін болсаң. Мысалы, мынандай формула бар. Q тең болып кетеді Cm дельта T. Егер сенің жігітің жаным маған жылы сөз айтшы дейтін болғанда, айтқан кезде осы формуланы айтпайтын болса, тастап кет. Ол физмат емес, это не твое. Қара, Sm дельта T. Енді бұл жерден қалай жазамыз? Яғни теңдіктің сол жағын үстін жазамыз, всегда. Ал қалған теңдіктің оң жағылардың барлығын астына тізіп шығамыз. Көрдің бе? Q үстінде тұр, қалғанның барлығы астында тұр. Осы жерден сен қазір S-ны белгісіз деп табатын болсаң, онда S тең болып кетеді, Q бөлесін, көрдің бе? Бөлу тұр жерде. Бөлу M дельта T тұр. Бірақ егер сен, каким-то образом тапсырмада солай массаны сұрайтын болса, онда масса тең Q бөлу қалған екеуі S дельта T. Немесе тапсырмада қанша градусқа өзгерді деген сұрақ келетін болса, онда дельта T тең болып кетеді. Мына екеуін бөліп тұр, көрдің бе? Яғни Q үстінде, қалған екеуі астында. Сонда Q бөлу S
м бола салады екен. Мына жігіттер қыздар, формула түрлендіру соншалықты қатты қиын емес екендігін көздерін жеткізді деп ойлаймын. Әрине бұл екеуі де базалық деңгей болды, бірақ бұған да есеп шығарып керек. Мысалы, менде кернеу бар, менде кедергі бар, және де ток күші бар. Негізгі формула қандай? U тең болып кетеді I көбейтілген R. Мен үш бұрыш сап аламын. Осылай сап аламын. Так, және теңдіктің сол жағындағысын мен үстін жазамын. Яғни U-ды үстін жазамын. Мұнда I-ды жазамын, мұнда R-ді жазамын. Менде белгісіз шама бұл I. Менде белгісіз шама бұл I. Сонда кезде I тең болып кетеді U бөлу R қалыпты, көрдің ме? Яғни саған даже математикалық тұрғыда ойланудың да қажеті жоқ, егер сен үшбұрыштар әдісін қолданатын болса. Яғни бұны даже гуманитар да жасай алады. Сонымен 6-ны бөлеміз 10-ға тең болып кетеді 0,6 ампердің өлшем бірлігін ұмытпаймыз. Және ток күшінің жауабын D деп белгілеп, плюс 1 алып, мәз болып үйге қайта берсек болады, немесе шәуілдірге. Мына жігіттер қыздар, бүгінгі алынған білімді қолдана отырып, мына есептің шығару жолын комментарияға жаз. Бірінші болсаң да, мыңыншы болсаң да, маңызды емес, маңыздысы дәл осы техникаларды сен қолданып үйренгеніңнің дәлелі ғана. Мына қоштаспаймыз, келесі сабақта кездескенше, келесі сабақта біз уже орта деңгейге көшеміз, бөлшек және дәреже жайлы.